Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгінгі видеода дайын қатпарлы қамырмен 3 түрлі тіскебасар дайындап, оны қатырып, қатырылған тіскебасарды пісіруді көрсетемін. Видеом ұнап, пайдалы болып жатса, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізге керекті заттар: қатпарлы қамыр, сыр, шұжық, самсаның салмасы және де кетчуп, майонез. Алдымен самса әзірлейміз. Самсаның салмасына картоп, пияз, қызыл бұрыш, қара бұрыш және сұйық май қостым. Осылай барлығын бүгіп шығамыз. Сіздер дайын қатпарлы қамыр алғанда осылай кесілген түрін алсаңыздар, сіздердің уақыттарыңызға үнемділік болады. Салмасына етпен, асқабақпен жасасаңыздар да болады. Осылай барлығын бүгіп, ыдысқа орналастырамыз. Екінші, қамыр оратылған шұжық дайындаймыз. Оған қажетінше қамырымызды кесіп аламыз. Оны дөңгелек етіп жаямыз. Сосын видеодағыдай ұзынша етіп кесеміз. Мен шұжықты екіге бөліп жасадым. Ол дастарханға қойғанда әдемі болып көрінеді. Осылай жіңішке етіп кестім қамырды. Себебі шұжығымыз кішілеу болғандықтан. Осылай барлығын орап шығамыз. Егер де сіздер үйге өздеріңіз балдарыңызға жасап жатсаңыздар, шұжықты бөлмей жасасаңыздар да болады. Дайын қатпарлы қамыр алсаңыздар, өздеріңіздің уақыттарыңызға үнемді болады. Жасалу жолы тез болады. Осылай барлығын бітіреміз. Үшінші, мини пиццамызды әзірлейміз. Қамырымызды кесіп аламыз, өзімізге қажет қамырды. Сөйтіп дөңгелек етіп жайып аламыз. Бірден барлық қамырды жайып дайындап қойсаңыздар болады. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Содан соң үстіне кетчуп, майонез құямыз. Мен бірден қамырдың үстіне құйдым. Себебі солай ыңғайлы. Сіздер бір ыдысқа кетчуп, майонезді араластырып алып, содан кейін жақсаңыздар да болады. Осылай әдемілеп жағып алдық. Шұжығымызды саламыз. Сырымызды саламыз. Содан соң ыдысымызға орналастырамыз. Бұл ең оңай әрі тез жолы. Мінекей, тіскебасарымыз дайын болды. Әп-әдемі әрі жылдам. Енді оны мұздатқышқа саламыз. Ол менде бір күн тұрады. Міне бір күннен кейін алдым. Бәрі сол күйі әп-әдемі болып қатып тұр. Айта кететін жай, пиццаны 2-3 күннен кейін дайындайтын болсаңыздар, әр қайсысын пищевой пленкаға орап сақтасаңыздар болады. Мұздатқышта орын алмас үшін осылай бірін үстіне бірін қойып сақтасаңыздар болады. Дайын болған тіскебасарларымызды мұз күйінше ерітпей бірден пештің қалыбына салып, бетіне жұмыртқа жағып,
Сала беріңіздер, оны ешқандай да ерітудің қажеті жоқ. Бірден мұз күйінше саламыз. Оны пешке саламыз, пісіреміз. Қызып тұрған пешке. Содан соң мінекей самсамыз дайын болды. Жаңадан жайып жасалған сияқты ешқандай да қатырылған екені білінбейді де, екеуінде айырмашылығы жоқ. Мұз күйінше мини пиццамызды да салдық. Мінекей пиццамыз да дайын болды. Бір қамырдан 3 түрлі тіске басарымыз дайын болды. Жұмыс басты аналарға өте қажет дүние деп ойлаймын. Қатырып қойып, кез келген уақытта ыстықтай етіп пісіре салады. Келесі видеомда бауырсақты қалай пісіремін және оны мұздатқышта қалай сақтаймын, қыр-сырын айтатын боламын. Өткізіп алмаңыздар. Жасап көріңіздер, әсерімен бөлісіңіздер.